Сәлем қыздар. Бүгін тағы бір творожный пирог. Бұл жолы вишня қосып жасаймыз. Оған ұн, сұйық май, мынаған сүтті қосып қойдым бірден. Сүзбе творог. Мынандай зенчиктерден алдым. Кез келген творог бола береді. Оны взбивать етіп майдалайсыздар ғой. Сары май, маргарин қоссаңыздар да болады. Бірақ мен көбінесе 72%-тен жоғарысын қосам. Ванильный сахар, қант. Мынада кукурузный крахмал, 3 жұмыртқа. Қыздар, мен грамдап, рецептің бәрінің грамм өлшемін астына жазып деп. Қазір мына ұнға мен разогретін салдым. Бұған майды салып, крошка жасаймыз. Крошка жасаймыз. 250 грамның ұнның. 250 грамм ұнның. 50 грамм қосамыз. 50 грамм қосамыз. Сосын бұдан крошка жасаймыз қазір. Мен бір қолмен сұрт тұрғасын. Аңғайсыз болып тұр. Қазір мен көмекшім балам келді қасыма. Сол түсіп тұрады. Мен сіздерге ары қарай көрсетемін. Қыздар, енді майды крошкалап алдық қой, енді жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Негізі осы курста мен творожный пирогтың 3 түрін көрсетемін деп ойлаймын да. Жоспарда бар, енді алла бұйырса көреміз. Мынау екінші несі. Екінші түрі, екінші вариант дейді ғой. Осылай крошка жасап аламыз. Қазір ватрушка сияқты, королевская ватрушка сияқты. Оны утрамбовать етеміз формасына. Қыздар, жан-жағын майдарын. Енді жаңа крошка болған нені утрамбовать етеміз. Бірдей ғып жан-жағын бәрін утрамбовать етеміз, қыздар. Кейбір жері жұқа, кейбір жері болып кетеді. Бұның қазір начинкасы творог бетінде әдемі шие болады. Негізі мына жандарын қатты бетіп нете бермеңіздер, өзі тұрады. Мынандай утрамбовать етеміз. Енді бұны қойып қоямыз да. Біз қазір начинкамызға кірісеміз. Мына жерде менде чайный ложка крахмал. Оған қосамыз творог. 300 грамм кетеді бізде. Творог 300 грамм. Шама 300 грамм творог. Қант. Так, қантты мен 200 грамм емес. Онша тәтті қылмай. Где-то 170 салайық. 170 салайық. Сосын 2 жұмыртқа. жұмыртқа.
мына жерде сұйық май мен сүт бар. Сүт 2 ас қасық, мен рецептін бәрін жазып кетемін. Осыны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, мына жаңа миксерлеп алдым. Начинкамызды енді құямыз. Қыздар, мына бетіне салатын вишня, мынаған 1 чайный ложка кукурузный салдым, шай қасық. Енді 50 граммдай қант. Енді вишняның шиенің қышқылдығы бар ғой. Соны сіздер қышқыл шамалы кисленький болсын десеңіз 50 грамм қосасыздар. Егер тәтті дәмді болсын десеңіздер, тәттірек болсын десеңіздер, 700 граммдай қант қосасыздар. 50 грамм жететін сияқты маған. Өйткені творогтың қанты жеткілікті өзіне. Осыны қойылғанша қайнатамыз. Жай кішкене. Қыздар, мына жаңа 180 градуста 45 минут пісірдік. Енді 45 минутке қоямыз ғой. 7 минут қалғанда жаңағы мына алған конфейімізді вишневый саламыз. Негізі қойғанымыз. Түсірдім бақсын ба? Мына вишняның бәрін осылай саламыз. Сосын 7 минутқа тағы да 1 қыздырып аламыз. Қойып аламыз. Жаңа 7 минут қалғанда аласыздар да, вишняларыңызды салып, тағы духовкаға 7 минутке қойып аласыз. Сонда барлығы 45 минут болады. Қыздар, мына жаңа вишняны 7 минутқа қойып алдық қой, вишня бетіне салғаннан кейін. Енді әрлеу өздеріңізге байланысты. Мен мынандай қылып бетіне 1-2 жаңғағын жақсы көрем. 1-2 жаңғағын сепсеңіздер, әдемі болып танып тұрады. Сіздер арахис, фундук, жаңғақтың неше түрлі көп қой. Қайсысын жақсы көресіздер, сепсеңіздер болады. Творог, вишня, орех. Жақсы сочетание сияқты. Мынандай 1-2 жасыл әдемі немде бар, фисташки. Бірақ көрінемін ғой, көрінбеймін. Мына жерден сеп қойсам. Осылай.